Сәлем достар, бүгінгі влогты Түркия елінің Анталия қаласындағы бағаларға арнаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Соңында үйге әкелген тауарлар мен сыйлықтардың бағаларымен бірге распаковка болады. Жіберіп алмаңыздар. Кемерден Анталияға дейінгі ара қашықтық 1 сағаттық жол. Таксиге отырдық. Таксидің бағасы $60. Марканталия сауда үйіне келдік. Марканталия сауда үйі өте үлкен екен, 6 қабатты. Ең астындағы қабатында супермаркеттер мен банкоматтар орналасқан. Және осы 5 этаж бутиктер, магазиндер бар екен. Ең соңғы этажында фудкорт орналасқан. Фудкортта фастфуд, искандер кебаб, түрік тағамдары өте көп екен. Әрі дәмді, бізге қатты ұнады. Марканталия сауда үйінде тегін Wi-Fi жоқ, бірақ төлемдерді біз Каспий Голд картасы арқылы төлем жасадық. Не бір айтып кететін жайт, сол күндегі курстың бағасы 1 лира 25 теңге. Кейбір тауарларды біз Мигрос супермаркетінен алдық, кейбір тауарларды Анталияның аэропортында duty free'ден алдық. Егер бағалары еврода көрсетілген болса, бұл duty free'ден алынған, лирада көрсетілген болса, жаңағы жергілікті Мигрос супермаркетінен алынған болып есептелінеді. Және такс-фри үшін дүкеннен арнайы чекті сұрауларыңыз қажет болады.
және біздің демалыс орнында коляскамыз бұзылып қалды. Жаңа коляска алуға тура келді. Достар, біздің видео распаковкамыз ұнаған болса, каналымызға тіркеліп қоңырау шағына басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Баршаңызға қайырлы күн.